Абай Құнанбайұлының 14-ші қара сөзі. Тірі адамның жүректен аяулы жері боламан. Біздің қазақтың жүректі кісі дегені, батыр кісі дегені. Онан басқа жүректің қасиеттерін анықтап біле алмайды. Рақымдылық, мейірмандылық, әртүрлі істе адам баласын өз бауырым деп, өзіне ойлағандай, оларға да болса игі демек, бұлар жүрек ісі. Асықтықты жүректің ісі. Тіл жүректің айтқанына көнсе, жалған шықпайды. Амалдың тілін алса, жүрек ұмыт қалады. Қазақтың жүректісі мақтауға сыймайды. Айтқанға көнгіш, уағдада тұрғыш, бойын жаманшылықтан тез жиып алғыш. Көштің соңынан итше ере бермей, адасқан көштің атының басын бұрып алуға жараған. Әділетті ақыл мойындаған нәрсеге, қиында болса мойындау. Әділетті ақыл мойындамаған нәрсеге, оңайда болса мойындамау ерлік. Батырлық осы болмақ. Қазақтың айтқан батыры әншейін жүректі емес, қасқыр жүректі деген сөз. Қазақты адам баласы ғой, көбі ақылсыздығынан азбайды. Ақылдың сөзін ұғып аларлық, жүректе жігер, қайрат, байлаулықтың жоқтығынан азады. Білімді білсе де арысыз, қайратсыздығынан ескермей, ұстамай кетеді. Жаманшылыққа бір елігіп алған соң, бойын жиып алар. Қайрат қазақта кем болады. Осы жұрттың көбінің айтып жүрген мықты жігіт, ер жігіт, пысық жігіт деп ат қойып жүрген кісілерінің бәрі пәлеге, жаманшылыққа еліртпек үшін бірін-бірі хайда батырлап, қыздырып алады да, артын ойлатпай азғыратығын сөздері. Әйтпесе Құдайға терістіктен, не ар мен ятқа терістіктен сілкініп, бойын жиып ала алмаған кісі, үнемі жаманшылыққа, мақтанға салынып, өз бойын өзі тексермейтін кісі, тәуір жігіт түгіл, әуелі адам ба өзі, дейді Абай Құнанбайұлы. Осы қара сөзінде Абай Құнанбайұлының қазақтың ер азаматын, ел басқаратын атқамінерін тәрбиелеуге көп мән бергені көрініп тұр. Абай Құнанбайұлы 19-шы қара сөзі. Адам ата-анадан туғанда есті болмайды. Естіп, көріп, ұстап, татып ескерсе, дүниедегі жақсы жаманды таниды дағы, сондайдан білгені, көргені көп болған адам білімді болады. Естілердің айтқан сөздерін ескеріп жүрген кісі өзі де есті болады. Әрбір естілік жеке өзі іске жарамайды. Сол естілерден естіп, білген жақсы нәрселерді ескерсе, жаман дегеннен сақтанса, сонда іске жарайды. Сонда адам десе болады. Мұндай сөзді естігенде шайқақтап, шалықтанып, не салбырап, салғырттанып естісе, не естіген жерде қайта қайырып сұрап, ұғайын деп тұшынбаса, не сол жерде сөздің арасына көзі жетсе де, шыға беріп қайта қалпына келсе, есіп естпей не керек? Осындай сөз танымайтұғын елге сөз айтқанша, өзіңді танитұғын шошқаны баққан жақсы деп бір хакім айтқан екен. Сол секілді сөз болады. Хакім Абайдың айтқысы келгені сөз және сөздің құдіреті. Абай Құнанбайұлы 17-ші қара сөз. Қайрат, ақыл, жүрек үшеуі өнерлерін айтысып, таласып келіп ғылымға жүгініпті. Қайрат айтыпты: "Ей ғылым, өзіңде білесің ғой, дүниеде еш нәрсе менсіз кәмелетке жетпей тұғынын. Әуелі өзіңді білуге, ерінбей, жалықпай үйрену керек, ол менің ісім. Құдайға лайықты ғибадат қылып, ерінбей, жалықпай орнына келтірмек те менің ісім. Дүниеге лайықты өнер, мал тауып, абай ұрмансапты еңбексіз табуға болмайды. Орынсыз, болымсыз нәрсеге үйір қылмай, бойды таза сақтайтұғын, күнәкарлықтан, көрсе қызар жеңілдіктен, нәпсі шайтанның азғыруынан құтқаратұғын, адасқан жолға бара жатқан бойды қайта жиғызып алатұғын мен емес пе?"
Осы екеуі маған қалай таласады депті. Ақыл айтыпты, не дүниеге, не ахиретке, не пайдалы болса, не залалды болса, білетұғын мен. Сенің сөзіңді ұғатұғын мен. Менсіз пайданы іздей алмайды екен, залалдан қаша алмайды екен, ғылымды ұғып үйрене алмайды екен. Осы екеуі маған қалай таласады депті. Менсіз өздері неге жарайды депті. Онан соң жүрек айтыпты, мен адамның денесінің патшасымын, қан менен тарайды, жан менде мекен қылады. Менсіз тірлік жоқ, жұмсақ төсек те, жылы үйде, тамағы тоқ жатқан кісіге төсексіз кедейдің, тоңып жүрген ішімсіздің, тамақсыз аштың күй жайы қандай болып жатыр екен деп, ойлатып, жанын ашытып, ұйқысын ашылтып, төсегінде дөңбекшететұғын мен екен. Үлкеннен ұят сақтап, кішіге рахым қылдыратын мен, бірақ мені таза сақтай алмайды, ақырында қор болады. Мен таза болсам, адам баласын алаламаймын, жақсылыққа ел жүреп, ерейтұғын мен, жаманшылықтан жереніп, тулап кететұғында мен. Әділет, нысап, ұят, рахым, мейірбаншылық дейтұғын нәрселердің бәрі менен шығады. Менсіз осылардан көргені күнне, осы екеуі маған қалай таласады депті. Сонда ғылым бұл үшеуінің сөзін тыңдап болып айтыпты. Ей, Қайрат, сенің айтқаның бәрі де рас, ол айтқандарынан басқа да көп өнерлерінің бары рас. Сенсіз еш нәрсенің болмайтыны да рас, бірақ қаруыңа қарай, қаттылығың да мол, пайдаң да мол, бірақ салалдың да мол. Кейде жақсылықты берік ұстап, кейде жамандықты берік ұстап кетесің, соның жаман депті. Ей, ақыл, сенің айтқандарың бәрі де рас, сенсіз еш нәрсе табылмайтыны да рас. Жаратқан тәңірдің де сен танытасың, жаралған екі дүниенің жайында сен білесің, бірақ сонымен тұрмайсың. Амал да, айла да бәрі сенен шығады. Жақсының, жаманның, екеуінің де сүйгені сен, екеуінің іздегенін тауып беріп жүрсін, соның жаман депті. Сен үшеуінің басында қоспақ менің ісім депті, бірақ сонда билеуші, әмірші жүрек болса жарайды, ақыл сенің қырың көп. Жүрек сенің ол көп қырыңа жүрмейді. Жақсылық айтқаныңа жаны діні құмар болады. Көнбек түгіл қуанады, жаманшылық айтқаныңа ермейді. Қайрат сенің қаруыңа көп, күшің мол, сенің де еркіңе жібермейді. Орынды іске күшіңді аятпайды, орынсыз жерге қолыңды босатпайды. Осы үшеуің басыңды қос. Бәріңе де жүрекке белет деп ұқтырып, айтушының аты ғылым екен. Осы үшеуің бір кісіде менің айтқанымдай табылсаңдар, табанның топырағы көзге сүртерлік қасиеті адамы сол. Үшеуің ала болсаң, мен жүректі жақтадым. Құдайшылық сонда, қалпыңды таза сақта. Құдай тағала қалпыңа әрдайым қарайды деп, кітаптың айтқаны осы депті. Осы 17-ші қара сөзінде Абай ақыл, қайрат және жүрекке, яғни күш береді. Осы үшеуінің сөзін тыңдайды. Бірақ адамға керегі жүрек екен. Жүрексіз ақыл да қайрат болмаған екенін айтады Абай. Осы мен жүректі қолдаймын. Абай Құнанбайұлы 31-ші қара сөз. Естіген нәрсені ұмытпастыққа 4 түрлі себеп бар. Әуелі көкірегі байлаулы, берік болмақ керек. Екіншісі сол нәрсені естігенде, я көргенде ғибратлану керек, көңілденіп, тұшынып, ынтамен ұғу керек. Үшінші, сол нәрсені ішінен бірнеше уақыт қайтарып ойланып, көңілге бекіту керек. Төртінші, ой кеселі нәрселерден қашық болу керек. Егер бір кез болып қалса салынбау керек. Ой кеселдері уайымсыз, салғырттық, ойыншы күлкішілдік, я бір қайғыға салыну, я бір нәрсеге құмарлық пайда болу секілді. Бұл 4 нәрсе күллі ақыл мен ғылымды тоздыратұғын нәрселер. Яғни бұл қара сөзінде барлық жағымсыз, әдепсіз қылықтардан алыс жүріп,
тек қана өнеге үлгі бола алатындай жақсы іс жасау керек.